Бәріне сәлем достар, сіздермен Каусик влог арнасы. Бұл видео glow up туралы, яғни өзгерістер туралы болады. Видео қызықты болып шықты деген ойдамын. Бұл видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеоны бастайық. Мен бүгін осындай жазғы аутфитпен шығайын деп жатырмын. Қараңдар, мына кепка күшті, панчикпен прям такой милый болып тұр. Ең бірінші менің glow up дегенімде, мен бірінші шаштарызға барайын деп жатырмын. Мен деген шаштарызда шашымның ұшын кішкене қысқартамын, өйткені шашым қатты өсіп кетті. И челкамды бояйтын боламын бірінші рет. Мен өмірімде осыған дейін вообще челкамды бояп көрмегенмін, сондықтан мен үшін прям үлкен өзгеріс. Мен уже шашымды бояп қойды, ол де розовый фуксия, такой прям яркий түске бояды, бірақ та без осветления. Мен ойладым осветление етті, бірақ та маған ұнаса бояғаны, онда келесіден осветлениемен жасаймыз. Қазір 30-35 минут отырамыз, сосын смывать етеді уже. Қазір отырмын күтіп. Сен уақытыңды алмай ма? Айттым ол мен вообще боямадым ғой. Быстро сделай, не переживай, у тебя же челка. Басында шаштараз айтты, осветление жасамай бояйық деп, бірақ нәтижесінде ештеңе шықпады. Розовый түс почти көрінбеді. Сондықтан сосын осветлениемен жасадық, және нәтиже күшті болып шықты. Красиво! Достар, менің шашымды көруге дайынсыңдар ма? Менде прям сөзім жоқ, маған өте қатты ұнап тұр, не шыққаны, просто еще шашымды қатты, прям мен айттым, тек қана кончигін, тек ұшын қиғыздырам деп. Мен ойладым, көбірек қият деп, бірақ та осы ұзын болып қалды, средний длина болып. И маған қатты ұнап тұр бар ғой, прям челкім күшті болып шықты. Күнге вообще күшті көрінеді. Мен көзімді аша алмай тұрмын, бірақ та сендерге көрініп тұрған шығар, прям розовый болып тұрды. Мен деген, то есть, некоторые прядкаларын осветлять еттік, ал қалғандарын деген без осветления істедік те, осындай прям күшті етіп шықты, прям. Мен прям өзімді күшті етіп ощущать етіп айтырмын, красотка болып сезініп тұрмын. Маған өте жарасып тұрған сияқты, еще шашым прям жеңіл сезініп тұр. Сол үшін шашым жіберіп келдім. Обычно шашым жібермеймін да, өйткені үйсет. Бірақ та қазір жіберіп осылай келдім үйдің алдына. Қазір менің glow up-қа қатты қатысты емес сияқты, бірақ та мен оны тоже түсіріп жібергім келді. Бүгін мен деген ортодонтыма барайын деп жатырмын, резинкамды, брекетімдағы резинканың түсін ауыстыруға. Мен үшін тоже қандай кішкентай болса да изменение, сондықтан оны де түсіруге бара жатырмын. Қазір уже мына жақта дала күшті болып тұрман бар ғой, прям ұнап тұр бүгінгі погода. Үйден давно шықпағаным үшін ба, білмеймін. Давно дегенде glow up-қа дейін бірнеше күн просто үйде жаттым ғой. Сондықтан шығар. Ура, вы же сказали в июле. Я испугалась уже скоро. Замена резинки. Да. Ура. В школу, наверное, пойдешь уже без брекета держаться. В школу без брекета? Да, ее день сам сильнее будешь снимать. Хорошо. Біз қазір уже үйден шығып жатырмық. Бүгін деген біз шопингқа баратын боламыз. Дала күшті болып тұр дейсің. Қазір уже үйден шығайын деп жатырмыз. Что еще хотел сказать? Бүгін бізде, планде бірінші Байзар жаққа бару. Байзардан деген аяқ киім аламыз, сосын көреміз киімді. Мен деген Ақтауға скоро кетеміз, сондықтан Ақтауға киім жаңа алу керекпіз. И как раз осы тоже glow up-қа қатысты болған үшін, сендерге соны түсірейін деп жатырмын. Надеюсь, бүгін көп киім табамыз.
Біз уже Байзарға жақындап қалдық. Қазір ішіне кіреміз. Бірінші флоға кіреміз. Аяқ киім қарауға. Сол жақта киюге. Сосын, короче, көреміз ішінен тағы киім. Біз по пути Марвинға кіріп кеттік. Мына жерде соншама көп кітаптар бар. Ема күшті. Соларды келесі келгенде алармыз. Бірақ қазір бізден киім алуға келдік. Сондықтан просто жүреміз ішін аралап. Вот мына жақта күшті көп заттар бар. Мына жақта мангалар бар, мына жақта кітаптар, ана жақта кітаптар, Агата Кристи, сосын Харуки Мураками. Мен осы кітапты очень алғым келіп тұр. Келесі келгенде обязательно аламыз. Вот. Сосын ана жақта мини-со бар, соған да кіріп кетеміз қазір, потом. Шығыватырық, осы мен аяқ киімді алдық. Вот енді қазір осыны ема қараңдаршы, қандай үлкен пакет, осы үлкен пакетпен буду таскать. Қазір осыдан кейін шығып Вайкикиға баратын боламыз. Вайкики әні тұр. Вот как раз. Все, біз уже примерочныйға келдік. Осы жерден көп заттар алдық. Мен жазға дейін осындай шортиктер алдым. Қарауға осындай екі әртүрлі, бірақ ұқсас цветтерде жақсы. Осындай жақта тағы топ тұр зат. Дұрыстап көрсең, тағы да алған заттарымыз осындай көйлек, сосын тағы да осындай шорты, сосын осындай футболка жұп-жұқа, вот тоже күшті, моряға баруға. Море дейін енді жүзуге, короче, сосын осындай футболка. Вот қазір соны киіп қараймын. Мына көйлекті киіп қарадым, ол слишком ашық, поэтому оны алмаймыз. Келесі киіп қарағаным осындай футболка, бірақ ол слишком жұқа. Вот оны алмаймын, бірақ та шортик күшті болып тұр, қараңдар, прям жазға күшті. Оны точно аламыз. Ема қараңдар, осы футболкамен күшті болып тұр, осы шалбар прям жазға ема кайф болып тұр. Енді осыны точно аламын. Вот шашымды розовый, сондықтан өте күшті болып тұр. Сол, короче, алатын заттарымыз осы. Вот үйге барып, сосын дұрыстап көрсетемін. Біз мына жерде KFC-ға келдік, осы жерден заказ бердік. Вот, осы жерден біз 7 штук стрип шешім, короче, острый кайф. Вот, ну потому что қарным ашып қалды, осы жерде шопить етеміз деп. Вот. Біз уже шықтық. Өзімізбен бірге апельсин алып кетіп. Вот. Маған күшті ұнап тұр осындай баруға. Вау. Маған өте қатты ұнап тұр. Осы панамка прям күшті. Біз уже үйге бара жатырмыз. Дала күшті бар ғой. Мен далаға бір көп күн шықпанымда дұрыстап. Вот қазір шопингтен кейін, короче, біз тағы да көп заттар алдық. По пути бізден де-фактоға барып келдік, короче, магазинге. И соның ішінен де заттар таптық, короче, кайф. Соны үйге барып бәрін көрсетеміз. Вот қолымда пакеттердің бәрі. Мына алған заттарыма кішігірім обзор. Бірінші деген осындай күшті прям кроссовки. Вот. Мен енді үйрену қалды маған осыны завязывать, потому что всегда на липучках киетін едім. Қазір енді осындайды киюді үйреніп бастау керекпін. Сосын келесі зат ол деген осындай панамка. Менде панамка бұрында болған, бірақ ол уже кішкентай. Вот менде кепкалар бар уже жазған. Бірақ та осындай күшті анандай панама прям ұнап тұр да, жарасып тұр күшті. Вот, короче, осындай болып тұрады. Вот, бірақ әдемілеу, короче, в реальной жизни, короче, лучше выглядит. Вот маған өте қатты ұнап тұр бар ғой. Келесі сәт ол мынандай ақ футболка, просто анимешный, короче, осындай миленький, вот. Сосын бана примерочныйда көрсеткендей осы күшті шортик, прям бар ғой күшті, прям материалды өзі түрде ма прям ұнап тұр қатты. Сосын мынандай футболка, но арт жағы алды қайда? Алды, короче, осындай, вот, күшті тоже. Және де соңғы зат ол рубашка кигенде соның ішінен киюге осындай күшті майка свободный. Свободный дегенде прям обтягивающий емес, сондықтан күшті, короче. Мен деген қазір, короче, арбуз, нектарин, сын клубника жеп, короче, қазір аниме қаран деп жатырмын. Вот, светті өшіріп, короче, осылай анимені бұрында қарап бастап едім, соны забросила, соны қарайын деп жатырмын, дальше продолжать етіп телевизордан, вот. Короче, эстетично жатыр, светсіз осылай. Мен қазір суға шайынып алдым, және де қазір маска телевизор жасайын деп жатырмын. Мен осындайды пайдаланатын боламын. Вот. Мен деген вообще көбінесе маскалар пайдаланбаймын, бірақ та бүгін енді glow up видео қойды. Соны пайдаланып көрейін дегенмін. Міне осындай, короче, тканевый маска вроде, да? Соны қазір киетін боламын. Ай, малипки.
Ал мен бет қолымды жуып тұрған кезде осымен бұл видео аяқталады. Менің ойымша ол өте қызықты болып шықты және видео ұнаса лайк басып, қандай басқа видео түсірейін идеяны комментарийға жазып кет. Келесі видеоларда кездескенше.